Ассалаумағалейкум құрметті видео көрермендер. Біз өткен видеомызда ұлттық ойынымыз ләңгі ойын көрген болатынбыз. Егер ойынымыз ұнаған болса, төмендегі сілтемеге өтіп, лайк басып, пікір қалдыра қойыңыздар. Бүгінгі видеомызда велосипедтің адам денсаулықтарына қандай пайдалары барын талқылайық. Бүгінгі таңда біздің елімізде де велосипедпен күнделікті сабаққа, жұмысқа баратындар көбейіп жатыр. Егер сізде бұрын велосипедпен жүрмесеңіз, денсаулыққа пайдалы бұл спорт түрімен айналысып көріңіз. Велосипед тебу тез әрі ыңғайлы, ағзаның төзімділігін арттырады. Көп жерде артықшылықтары да көп байқалады. Бірінші, қоршаған ортаға мүлдем қауіпсіз, экологиялық тазалыққа үлес қосасыз. Велосипедпен серуендесеңіз, әрдайым көтеріңкі көңіл күйменен сергек жүресіз. Велосипед тебу жүрек тамыр жүйесін жақсартады. Ал әдетке айналдырсаңыз, стресстерден арыласыз және ұзақ өмір сүру кепілдігі. Жалпы денсаулыққа өте пайдалы. 5000 адамға зерттеу жасалғанда, велосипедпен жүретіндердің өмір жасы 5 жылға ұзақ болатыны дәлелденді. Велосипед тепкен кезде қол, мойын, арқаңызды босаңсытып ұстаңыз және педальды табанның алдыңғы бөлігімен басыңыз. Мұндай қимылдар кезінде аяқ, сан бұлшық еттері жұмыс жасайды. Сонымен қатар іш, жамбас, балтыр, тобықтар да жаттығады. Төртінші, өкпеміз ашылады. Ағзамыздағы зат алмасу құбылысы жылдам жүреді. Ауа арқылы жұғатын аурулардан сақ боламыз. Бесінші, күнделікті жүгіруден қиналсаңыз, оны велосипедпен алмастырыңыз. Аяқ бұлшық еттеріңіз қатаяды және теріңіздегі жаралар жазылады. Алтыншы, варикозды емдеуге көмектеседі. Велосипедтің педалін айналдырған сайын, аяқтағы тамырлардың қатып қалған қандары тарқайды. Жетінші, велосипед тебумен көзіңіздің көру қабілетін жақсарта аласыз. Өйткені компьютерде көп отырғандықтан көзіміз тез шаршайды, ал велосипед тебу кезінде алыс аймақты бақылайтындықтан көз бұлшық еттері демалады екен. Велосипедшілер жанармай тұтынуды жылына 1 миллиард литрге дейін азайтады екен. Велосипедшілердің 1000 километрге жұмсайтын энергиясы 1 литр жанармайдың энергиясына тең екен. Сондықтан үкіметке көп пайда да әкелмейді екен велосипедпен жүргіншілердің арқасында. Яғни, бұл өзімізге өте көп пайдасын береді екен. Демек, бірінші, сатып алсаңыз велосипедті, 50 мың, 100 мың ғана ақша жұмсауыңызға болады екен. Екінші, салық төлемейді екенсіз ешқандай. Үшінші, жүргізу куәлігі керек емес велосипед міну үшін. Төртінші, жол ақысын төлемейсіз. Кез келген ақылы жолдарды да төлемейсіз. Бесінші, мемлекеттік нөмір тақпайсыз. Алтыншы, техникалық қызметтерді қажет етпейсіз. Яғни, онымен қоса қосалқы бөлшектер алмайсыз. Майлар, антифриздер, тежегіш сұйық заттарын, тағы сол сияқты бөлшектерді пайдаланбайсыз. Жетінші, қоғамдық көлікке мінбейсіз. Сегізінші, дәріханаларға жолды ұмытасыз. Тоғызыншы, көлік тұрақтарында пайдаланбайсыз. 10-шы, видеокамералар, сергектерге айыппұл төлемейсіз. Өйткені олар сіздің атыңыздан кемейді ешқашан. 12-ші, жанармай пайдаланбайсыз. 13-ші, үнемі қозғалыста жүргендіктен аурухана, емханаларда пайдаланбайсыз. Бармайсыз да. Барғызбай ақ та қойсын. 14-ші, кептелістерде мүлдем тұрмайсыз. 15-ші, 100 жасайсыз. Ең маңыздысы, дені саудың жаны сау демекші, өмір бойында жасаған жұмысыңыздың, яғни бейнетіңіздің зейнетін өзіңіз рахатын көресіз. Неге? Сұрақ туындайды. Өйткені қазіргі таңда елімізде
орташа өмір сүру жасыңыз 65 пен 75 аралығында ғана болып қалды. Ал сіз 100 жасайсыз. Демек, үкімет сізге әдемі қартайып, әдемі өмір сүруіңіз үшін зейнетіңізді төлеп тұруға міндетті. Міне достар, осындай өте жақсы пайдасы болғандықтан біз барлығымыз велосипедпен жүрейік. Құрметті достар, видео арнам ұнаған болса, төмендегі сілтемеге өтіп